Мен өзім өнеріммен, дарынымның, талантымның арқасында талай байқаулардың жеңімпазы атандым. Қазақстанның атын басқа елдерде қорғап жүрмін. Қазақстанда осы балаларда менің кезекті өте ауқымды жобам тікелей эфирге шейін өткеніме өте қуаныштымын. Жекпе-жекте барлығы ойдағыдай өтті. Керемет өнер көрсетіп шықтық. Қыздарға сендікті сыйға тарқа, ерекше мүсін беріп бұлтамиға. Сахнада айтқанда бір-екі қателіктер болған сияқты деп ойладым. Жанар ханым бүйтіп, менің таңдауым ол деп айтқанда прям. Келесі кезеңге өтетін қатысушы Жүрегім дұрыс етіп, ол Алинур. Алинур Хамзин тікелей эфирге жолдама алды. Қатты қуанғанның өзінде күле алмай қалдым ғой. Түскіргендей болдым бүйтіп. Негізі Викторда, Сырымда керемет өнер көрсетіп шықты. 100% тең үшке бөлінбейді. Ол 33%, сосын 34% болып бөлінеді. Сол 34%-ы басымырақ болып кетті. Сондықтан мен жеңдім деген ойдамын. Осы кезеңге шейін өтудің өзі мен үшін үлкен жетістік. Келесі кезеңге өтсем деп ойлаймын. Алинур өзі көңілді бала, ол мықты қарсылас деп ойлаймын. Алинурдың милизмдері әдемі, жалпы техникасы жақсы. Сахнада өнер көрсету өте мықты. Көптеген байқауларға қатысты, оның тәжірибесі өте көп. Жанар ханымда қалған 5 қатысушысы барлығы мықты ғой. Бірақ мен ешкімнен қорықпаймын. Өзіме де сенімдімін. Өткен жылы мен Евровидениеда Қазақстанның атын қорғап Парижге барып келдім. Оны көбісі біледі. Әлі есімде топ 30-дан топ 10-ға ілігу үшін көрермендер дауыс берді. Сол кезде мен күнде мектептен келіп, картонға маркермен Алинурға дауыс беріңіздер деп жазып, күнде есік алдына шығып, бүйтіп көтеріп жүретін. Осы жолда тікелей эфирде халық дауыс беретін болады. Сондықтан мен осы оқиғаны қайталағым келіп тұр. Алинурды қолдап дауыс беріңіздер. Сен үшін зәулім шынамын, тамырын жайған құнарлы, сағындым талай шаршадым, түсінен шығармын. Сен жаным көбелек, сағыныш болып себелек, ренжіп әнде жүрсің бе, хабарласпайды
Алинур Хамзин, қошеметтеріңіз, қымбатты көрермен. Я, мына көрермендердің қошеметіне қарағанда, сіздердің көңілдеріңізден шыққан сияқты, солай ма? Рахмет, ал тәлімгерлер не дейді екен? Жұбаныш мырза. Буа, енді әрине бетін қақпай белім буатын жер осы жер. Жалпы балалардың, бірақ Алинурдан осы әнде мен бір, бұл ән құлағымызда жүрген ән ғой. Найым апамыз айтады, Мақпал апай айтады, көптеген әншілер айтады. Мына жерде біраз жасына енді бұлай да керек шығар, бірақ маған ұнаған жоқ. Өйткені жасына сай ана бір әбден болып толған әншілер айтады осылай. Кейде бір еркінсіп. Бұл ән деген Қуат ағаның ана туралы әндерінің ішіндегі ең кереметі. Сондықтан мен көңілімнен шыға қойған жоқ. Енді Алинур оған ренжиді деп ойламаймын. Ең бастысы көрерменнің көңілінен шықса болған. Я, рахмет, ең басы бала көңілінен, бала жүректен шыққан тамаша ән бізді көріп отырған барлық аналардың құрметіне арналып орындалды. Жанар, сіз не айтасыз? Алинур, әрине аға пікіріңізге көп рахмет. Дегенмен мен бұл жерде баламды қорғап кетейін. Алинур бұл жерде әрине өзінің нұсқасын ұсынды. Және де актерлік шеберлігінде қарамайсыздар ма, режиссердің қойылымы бойынша осындай күрделі әнді айтып тұрып сурет салу, және де бұл жерде енді білетін шығарсыздар, әсіресе әншілер оны жақсы біледі, өйткені осындай иірімдері, мелизмге толы әуенді сурет салып, немесе бейнелеп айту өте қиын. Сондықтан да бұл жерде Алинур профессионалдық деңгейі өте жоғары екенін көрсетті. Алинур жалпы менің тобымдағы ең кішкентай қатысушылардың бірі, және де жақын арада менің америкалық досым, продюсер Алинурдың YouTube желісіндегі өнерін көріп, бұл бала қазақтың баласы ма деген сұрақ қойды маған. Мен айттым, бұл біздің баламыз қандай керемет, шынымен де халықаралық деңгейдегі әнші қазірдің өзінде деп мақтады. Және менің айтқым келетінім, ол менің ойымша Алинур біздің қазақтың кішкентай Майкл Джексон сияқты.